Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбаев «Базарға қарап тұрсам, әркім барар». Сабақтың оқу мақсаты: тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру. Кесте мен сызбаларда ақпаратты талдау. Мәтін алды жұмыс. Суреттер бойынша сауда орталығында тақырыбына диалог құраңдар. Оқушылар, сіздерге суреттер берілген. Осы суреттерді пайдалана отырып, ауызша диалог құрайсыңдар. Екінші тапсырма: бөлшектік сан есімдерді пайдаланып сөйлем құра. Сіздерге бірқатар бөлшектік сан есімдердің түрлері берілген. Оқушылар, бөлшектік сан есім дегеніміз не? Есімізге түсіріп, тапсырманы толық орындаймыз. Ілмек сұрақтар. Сауда жасаудың қандай қызықты ерекшеліктері бар? Ақшаны үнемдеу қандай жолдармен іске асу мүмкін? Күле білмеген адамға дүкен ашудың қажеті жоқ деген сөздің мәнісі неде? Оқушылар, сұрақтарға ауызша жауап береміз. Үшінші тапсырма: өлеңді мәнерлеп оқы. Абай Құнанбаев «Базарға қарап тұрсам, әркім барар». Базарға қарап тұрсам, әркім барар. Іздегені не болса, сол табылар. Біреу астық алады, біреу маржан. Әркімге бірдей нәрсе бермес базар. Әркімнің өзі іздеген нәрсесі бар. Сомалап ақшасына сонан алар. Біреу ұқпас бұл сөзді, біреу ұғар. Бағасын пайым қылмай аң-таң қалар. Сөзді ұғар осы күнде кісі бар ма? Демеймін, жалпақ жұртқа бірдей жағар. Жазған соң жерде қалмас тесік моншақ. Біреуден біреу алып елге тарар. Бір кісі емес жазғаным жалпақ жұрт қой. Шамданбай-ақ шырақтар ұқсаң жарар. Ит маржанды не қылсын деген сөз бар. Сәулесі бар жігіттер бір ойланар. Рефлексия. Досыма хат әдісі арқылы төмендегі сөздерді толықтырып жазамыз. Бүгін мен не білдім? Маған қызық қандай болды? Мені не таңғалдырды? Мен оның не екендігін түсіндім. Көп нүктенің орнына өздеріңнің осы сабақта алған білімдеріңді жазасыңдар. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.